намазды таштап қою тұрған мынаке чоң күнәлердің қатарына кіреді. Кішінекей күнә емес бұл. Ошон үчүн иншалла биз тұрған өз-өзүн чөйрөбүздө өзүбүз окуп атсак Аллага шүгүр, альхамдулилля. Альхамдулилля. Пайгамбарыбыздын жүзүнө, көзүнө кубаныч жеткирип атасыз. Пайгамбарыбыз айткан эле: "Жуалат салат куррата айни." Бұл намаз менің көзімнің қарегі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаз Алланың қандай бұйрығы? Бұны таштап қою чоң күнә. Құранда айтады: "Фахалафа мин ба'дихим халфун адаa'у ссала ваттабау шахават фасауфа ялқауна гайян илля ман таба ва амана ва амила салиха." Мариям сүресі. Ибн Аббас разияллаху анхума айтады: "Лейса мана адаауха таракуха бил куллия, валакин аххаруха ан ауқатиха." Кейін муын келет, муындан кейін намазды зая қылышат бұлар. Деген толық намаз таштап қояды деген мәнеде емес дейді Ибн Аббас разияллаху анху. Кечіктіріп оқығандарға дейді. Ким ошондойға тұрған болса, Аллаға қандай бір наразычылықта жолығады. Бирок тоба қылып жақшамал қылса, анда құтылады. Намазды эми кечіктіріп оқығанға ушундай қату айтылып атат, таштап қойған, бұл қандай деген тоғы? Намаз таштабайды. Қандай болса да намаз таштабайды.